жедел өсіп, середей ит болып қалған. Аяқтары сидам, үлкен жарғақ, құлақтары салпиған, жүні тықыр. Дене бітімі қазақы төбет иттен гөрі тазы тұқымына көбірек ұқсас. Майлы аяқ, байлау көрмей ауланың ішінде еркін шапқылап өскен ерке күшік. Сырттан біздің қақпаға қарай бөтен адам бөгде мал келе жатса, арс-арс етіп алдынан тұра жүгіретін әдеті. Жоқ, майлы аяқ қабаған емес, балалық шолжаң мінез ұстап, тек қорқытып үркіткісі келгендей одыраңдап айнала шауып өтеді. Кішкене балашаға болса, басынан секіріп те кетеді. Біраз күннен бері майлы аяқ бұрынғы еркін өміріне зар. Үйді, малды сата бастағалы, біз оны шынжырлап қоятын болғанбыз. Себебі ауылдан Алматыға көшетін болдық. Байлап қою себебімізді өзі түсінбейді. Әрине, менің не жазығым бар, неге байлап қойдыңдар? Дегенде балаша жылап, қынсылап, аяғымызға оралады. Жалынып жалбарынғандай болады. Тап бүгін бір сұмдықтың болатынын майлы аяқ енді сезеді. Таңертең итаяққа құйған асты ішпей, легеннің шетінен тұмсығымен қағып төгіп тастады. Сосын шоңқиып отырып алып, тұмсығын көкке созып ұлуға кірісті. Дәл бір басына күн туып, зорланған адам тәрізді. Ей, еркін, мына ит біздің бүгін кететінімізді біліп, соған ұлып отыр. Өзін бірдеңе етіп алып кетсе қайтеді? Жамалыммен қатар туған ит еді, дейді әйелім Зағипа. Итімді мен де қимаймын, бірақ қалай әкетеміз? Пойызға бірдеңе етіп мінгенмен Алматыға барған соң, өз үйіміз жоқ, қайда ұстаймыз бұны? Әбекең, келем деп еді ғой, сол кісіге аманат қып тастап кетеміз. Қор қылмайды. Әбекең осы ауылдың қойшысы, жақсы адам. Майлы аяқты маған бер, деп өзі сұраған болатын. Таңертеңгі шайымызды ішіп бола бергенде Әбекең де жетті. Сүйікті итімізді тіліміз жеткенше аманат етіп тапсырып жатырмыз. Қолына жарты таба нан ұстаған Әбекенді байлаулы майлы аяқтың қасына ертіп келдім. Ол алдыңғы екі аяғын көсіліп алып, басын аяқтарының үстіне қойып, бір түрлі ойға батқан секілденіп, сұлық жатқан. Біздің не оймен келе жатқанымызды сезгендей, зып беріп қасындағы тақтай үйшікке кіріп алды. Майлы аяқ, шық бері! Шықпайды. Майлы аяқ, келе ғой! Бері шығу орнына үйшіктің түкпір жағына тақала түседі. Майлы аяқ, қазір бізге мәшине келеді, біз кетеміз, сенің жана иең, міне, мына кісі. Танып, біліп ал, майлы аяқ, мә, жей ғой деп Әбекең қолындағы нанды үйшіктің аузына алып барды. Қыбыр еткен майлы аяқ жоқ. Ақылды ит біліп жатыр. Біз кеткен соң, Әбеке, өзіңіз бірдеңе етіп, көңілін табарсыз. Майлы аяқтың. Бердібек Соқпақбаев. Середей деген сөз сорайған, ұзарған. Басына күн туған деген сөз қиыншылыққа тап болған деген мағынада. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінездеу. Мінездеу көркем шығармада кейіпкердің мінез құлқын, сенім нанымын, көзқарасын, көңіл күйін суреттеу. Мінездеу сол кейіпкердің жағымды, жағымсыз әрекеттерін, сөйлеу мәдениеті үлгі боларлық қылықтар арқылы көрінеді. Жеті қазына. Қазақтың дәстүрлі дүниетанымындағы түсініктердің бірі. Қазақ халқы жеті қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырады. Жеті қазынаға жүйрік ат, қыран, бүркіт, құмай тазы, берен мылтық, қанды ауыз қақпан, майланғыш ау, өткір кездік жатады.